Құрметті болашақ ұрпақ, мен мұны барлығымыздың атымыздан айтып жатырмын деп ойлаймын. Кешіріңдер. Сендерге ғаламшарымызды осындай тәртіпсіздікте қалдырғаным үшін кешірім сұраймын. Кешіріңдер, біз сендер үшін ештеңе істей алмадық. Ештеңе істегіміз келмегесін сылтау айтқан адамдарды тыңдағанымыз үшін өкінемін. Сендер бізді кешіресіңдер деген үміттемін. Біз жердің қаншалықты ерекше екенін түсінбедік. Бұл бір бұзылған неке сияқты. Біз жерді жоғалтпай жатып, қолымызда бардың қадірін білмедік. Мысалы, сен Амазонка шөлінің не екенін білесің деп ойлаймын. Солай ма? Сенсең де сенбесең де бұл жерде бір кездері Амазонка тропикалық орманы болған. Миллиондаған ағаштар болды, керемет ағаштар. Оу, сен ағаштар туралы көп білмейсің, солай ма? Онда мен солар туралы айтайын. Ағаштар кереметті не? Айтайын дегеннен біз олар жасаған ауамен тыныс аламыз. Олар оны біздің ластануымыздан және көміртегімізден тазартады. Олар біз үшін суды тазартады және үнемдейді. Біздің дертімізге дәрі-дәрмек және жейтін тамақтарымызды береді. Біз оларды өртеп жібергенім үшін үлкен кешірім сұраймын. Сол үшін мен қатты өкінемін. Оларды аяусыз арамен кестік. Бұл қорқынышты дүние. Минутына 40 футбол алаңы жылдамдығымен соңғы 100 жылда барлық ағаштардың шамамен 50% жойылды. Не себепті? Неге? Осы үшін. Және олардағы жапырақтардың болмауын көргенде, бұл мені соншалықты қайғыртпас еді. Сен білесің бе? Мен бала кезімде осы туралы көп оқыдым. Жергілікті американдықтар, ғаламшарды құрметтейтін, жауапкершілікті сезінетін адамдар келесі 7 ұрпаққа жер қандай пішінде қалатынын жазған. Бұл маған үлкен қайғы келді. Өйткені бүгінде көпшілігіміз бұған тіпті біз жай ғана мән бермейміз. Сондықтан мен кешірім сұраймын, мен қатты өкінемін. Біз пайдамызды адамдардан жоғары қоямыз, ашкөздікті артық көреміз. Алтын болса ережеден жоғары тұрады. Табиғатты шексіз несие картасы ретінде пайдаланғаным үшін кешіріңдер. Және бұл жануарлардың жойылуына келді. Олардың қаншалықты бірегей екенін көру, олармен дос болу мүмкіндігін ұрлағаным үшін мен кешірім сұраймын. Және сендерден мұхитты сонша улағаным үшін кешірім сұраймын. Ал енді саған онда шомылуға болмайды. Бірақ ең бастысы біздің ой-пікіріміз үшін кешірім сұраймын. Өйткені бізде осылай айтуға батылдық бар. Прогресс. Эй, Fox жаңалықтары, егер сен климаттың өзгеруін қауіп деп санамасаң, Бангладештегі мыңдаған баспанас адамдардың сұхбаттарын көргенде вау дейсің. Сендер коттедждеріңде отырғанда, олардың үйлерін су шайып кетті. Оларға теңіз деңгейінің көтерілу себебінен аяқ астынан су келді. Ал Сара Пейлин, сіз бензиннің иісін жақсы көретініңізді айттыңыз. Сосын Пекиннен келген балалармен сөйлесуіңізді талап етемін. Олар мектепке бару үшін түтінге байланысты бетперде киюге мәжбүр. Иә, сізге оларды елемеуге болады. Бірақ бір нәрсені ғана айтамын. Бұл шындық. Жоққа шығаруға болмайды. Болашақ ұрпақ үшін өкінемін. Соқпағымыздың бақша емес шұңқырға айналғанына өкінемін. Және ISIS-ке көп көңіл бөлгенімізге өкінемін. Және Арктикада мұздардың тезірейтіні туралы. Сені тағы да айыптағаным үшін кешір. Және біз басқа ғаламшарға көшуге уақыт таппағанымызға қатты өкінемін. Мен де сондай. Білесің бе? Әуенді тоқтатшы. Бірақ мен өкінбеймін. Бұл біздің болашағымыз. Мен мұндай болашақты қабылдамаймын. Өйткені қате болса толық сәттілік болмайды. Және біз оны өзгерте аламыз. Қалай? Бұл жауға рұқсат ет. Фермер сау емес ағаштарды көргенде анықтама қою үшін бұдақтарға қарамайды. Ол тамырларға қарайды. Дәл осы фермер сияқты тамырына қарауымыз керек. Және билік тармақтарында емес, корпорацияларды басқаратын саясаткерлер емес. Біз тамыры, біз негізбіз. Осы ұрпақ. Бұл ғаламшарға қамқорлық жасау өзіміздің қолымызда. Жер біздің жалғыз үйіміз. Біз жүрегімізді жылытып, жанымыздың климатын өзгертуіміз керек. Және табиғаттан бөлек емес екенімізді түсін. Біз оның бөлігіміз. Оған опасыздық жасауың өзіңе опасыздық жасауың деп біл. Табиғатты сақтау өзіңді сақтау. Өйткені сен немен күрессең де, нәсілшілдік немесе кедейлік, феминизм, гей құқықтары немесе теңдіктің тағы бір түрі маңызды емес. Өйткені қоршаған ортаны сақтау үшін бірігіп жұмыс жасамасақ болмайды. Біз бәріміз бірдейміз. Сондықтан бұл жазбаның аты кешіріңдер.